Мен өзімді осындай жағдайдан таба аламын деп ешқашан ойламаппын. Бәрі ең қарапайымдан басталды. Достық мен және Дима бала кезіңнен көршілермен, сыныптастарынан ажырамас болды. Содан кейін сыныптастар. Біз барлық бос уақытты бірге өткіздік, бөліскен. Армандар, тәжірибелер, бір-біріне қолдау көрсетіп, әрине, мен жиі барамын. Оны үйде, анасы Анна Викторовна әрқашан бізде болған. Аға тәлімгер, ол біздің іс-әрекетімізді қолдады, оны дәмді тағамға қарсы алды. Кейде мен әрқашан қиындыққа тап болған кезде кеңес бердім. Оған құрметпен, досының анасына, бірақ бір күні бәрі өзгерді. Дима, мен өз туыстарына елге бармақшымын, бірақ соңғы сәтте ол өзекті мәселелер болды. Мен дәлізде болдым. Олардың пәтерлері, ол братан деп атаған кезде, кешіріңіз, бірақ менде қажет емес. Беру. Анна Викторовна менің әңгімемді естіді және ас үйден көрінді. Дима емес. Мүмкін бе? Иә, ол бір секундты ойлады, содан кейін де ойлады. Ал сіз келгендіктен, сіз шай үшін қаласыз ба? Мен қысқардым, неге? Жоқ па? Мен бүгін кешке менің өміршең Анна Викторовнаны өзгертетінін білмедім. Ол әр түрлі, әдетте, ол менің досымның анасы, қатаң болды, бірақ оның ұлы туралы ойлайтын мейірімді әйел, бірақ бүгін мен не байқадым? Мен бұрын-соңды ол әдемі емес екенін бұрын-соңды байқамадым, ол ерекше болды. Мен бұрын байқаған әйелдің тартымдылығы, ол керісінше отырды. Мен шай құйдым, күлімсіредім, ұзақ уақыт бойы мен сізбен сөйлеспедім. Еріне сол сияқты қозғалған талғамға қарамауға тырысады. Әңгіме алдымен өмір туралы, жоспарлар туралы, болашақ туралы, бірақ содан кейін ол кенеттен сұрады. Сіз бір кездері адамдардың не істей алатындығы туралы ойлады. Сезімдеріңізді жасырыңыз ба? Мен оның не туралы айтқанын бірден түсінбедім. Қай мағынада? Мен маған ұзақ уақыт бойы жақсы қарадым, адам ұзақ уақыт бойы тәжірибе алған кезде. Бір нәрсе, бірақ мен мойындаудан қорқамын, мен өзімнің демін түсіргенімді сезіндім. Ол сен білесің бе, сен білесің, кейде біз өз сезімдерімізден қорқамыз, біз емес деп қорқамыз. Олардың ақшқа айыптайтынын түсінеді, бірақ барлық өмірлерін осыдан қашуға бола ма? Сезім. Мен оған қарадым, не айтуға болатынын білмей, сіз бір кездері бастан өткердіңіз. Мұндай. Мен жұтып қойдым мүмкін. Ол кенеттен жымиып, жақынырақ сүйеді. Сонда сіз мені түсінесіз. Және оның көздерінде менде бір нәрсе бар. Менің басым болды, мен бұл дұрыс емес екенін білдім, бірақ мен олдан ала алмадым. Ол оған қарама-қарсы отырды, жүректің сөздерін қалай жеңе бастады. Менің басымда тұрып қалды, сіз мені түсінесіз. Деген не? Мен тырыстым. Бұл жай ғана апат екеніне сендіру үшін, тек қиялдың ойыны, бірақ ол. Менің көздерім маған күмәнді бір нәрсе болды, ол маған күмәнді Анна Викторовна жасады. Ол жымиып алыстап, ішке қарай қарап, ішіңіз, сіз менің таң қалдырған шығармын. Мен бұл туралы айттым, ол айтты, басын сәл жуыңыз деді. Мен мойындадым, ол күлді, мен кейде біреумен сөйлескім келеді. Мен түсінемін едім, мен не жазғанымды білмедім, ол болғанның бәрі маған біраз болып көрінді. Оғаш және шындыққа жанаспайтын генерал емес, бұл менің досымның ана. Көптеген жылдар болды, бірақ мен неге кенеттен оны басқаша байқадым. Мен оған қарадым. Көздер жұмсақ, жылы болды, оларда біраз аңсады, сен жақсысыңдар. Жігіт, деді ол кенеттен. Мені күлімсіредім, деді жоқ. Ол өздігінен оның басын оның бүйіріне тағзым етіп, мейірімді, ақылды, сенімді. Дайма. Мен сізге көп нәрсені айттым, мен сізді, әрдайым өзімнің ерекше екеніңізді білетінмін. Ішінде бір нәрсе дірілдеп, мен тек жақсы дос болуға тырысамын. Мен қажетсіз ойлармен қарсы тұруға тырысамын. Ол өзіне тиді, бірақ оның көзімен жыпылықтады. Мені стрэнг. Жасаған нәрсе керемет, деді ол үнсіз. Бірақ сіз достық бір нәрсе екенін білесіз, бірақ сезім мүлдем басқаша. Ол менің көзімнен қатты қуып кетті. Кейде біз кім екенімізді таңдаймыз. Сүйіспеншілікке гертіле мен не айтатынымды білмедім, бірақ мен бұл әңгіме енді жоқ екенін түсіндім. Сөйлесу. Ол үлкен нәрсе болды, мен оны қалай жасау керектігін шешуге тура келді.
River денсаулы төмендейсіңізді болды. Жылы дерлік, атмосфераның өзі кернеумен бірге нәрленгендей. Анна Викторовна кетпеді, оның көзі жұмсақ болды, бірақ сонымен бірге. Түсініктеме. Бұл, күтпеген жерден, мен оны қалай құрғатып тұрдым. Жұлдыру, иә, ол басқа кішкене шай етін алып, бірақ сізде. Сіз оны сезінесіз, дұрыс па? Мен не жазғанымды білмедім, дәлірек мен не керек екенімді білдім. Сезім. Белгісіздік. Қорқыныш, тыйым салынған қозу герімен оған қарадым. Қолдар. Жұқа саусақтар баяу шынаяқтың шетінен ол сияқты. Сәл мазасыз. Анна Викторовна, мен бастадым, бірақ ол дереу ақырын дерлік. Темекі шегу. Мен жай ғана Анна, ол түзелді, мен жұтып қойдым, Дима, ол. Өйткені менің досым, бұл ешқашан өзгермейді деді ол тыныш, мен қаламаймын дейді. Сізді ыңғайсыз жағдайға салыңыз, кейде үндемеу қиын. Мен шындықты айтқым келеді, мен оның көзінде тағы бір қызғанымды айтқым келеді. Мені барлық логикалық дәлелдер туралы ұмытып кетті. Жылы тереңдік, жарық. Мұң күту, біз кімге сүйетінді таңдамаймыз деп аздап қайталады. Quieter. Мен терең демалдым, бұл ойлардың айқындылығын қалпына келтіруге тырыстым. Ақыры, мен сығып қойдым, бұл сөздер кімге шешілмеді. Немесе маған мүмкін, ол оңай келіскен шығар, оның басына тағзым етеді, бірақ одан. Бұл шынайы болуды тоқтатпайды, ол шыны аяқ орнатып үнсіздік келді. Мен өзімнің жүрегімді бөрене білдім. Маған бір нәрсе айту керек болды. Осы таңға жайып маманы бұзатын нәрсе жасаңыз, бірақ мен алмадым. Strand. Мен сіздің міндеттемеңізді қаламаймын деді. Ол, тек біліңіз дегенді жай ғана білемін. Оның ерні аздап дірілдеп, ол басқа нәрсе айтқысы келгендей, бірақ оның көзқарасын өзгертті. Оның орнына ол жай ғана up reg'ге кеш болды деді ол, сырғанау. Сағат. Дама, ертең тұру үшін, ге қараңыз. Оның сөздері әсер етіп, ол есікке бірнеше қадам жасады, бірақ. Шығармас бұрын мен қайырлы түн, ге бұрылды деді ол ақырын. Ол оған қарап, ойларын жинап, қайырлы түн есігіне жауап берді. Жабық тыныш. Мен үстелге тұрдым, салқындатылған шай атына қарап, мен мұны білдім. Осы әңгімеден кейін мен ешқашан оған бұрынғыдай емеспін және. Мен шешсем, енді бізді мәңгі қалдыруға болмайды. Тек алыңыз және ұмытыңыз.